аш адам ауқатланып атырған адамды көріп, өзінің қарны аш екенінен қапа болады. Ауқатланып атырған адам өзінің жеке үйі жоқ екенлігін ойлап қиналады. Жеке үйі бар адам болса, машина дәртінде. Осылардың барлығына ие басқа адам болса, достарының ас пұл табуын ойлайды. Оларға қарағанда байрақ еместігінен, лауазымы жоқ екенлігін ойлап қиналады. Неге инсан бұндай? Неге тап бір жерде тоқтамайды? Әмме уақыт және жоғараққа ұмтыла береді. Бұл негізден жақсы, бірақ жаман тарапы да бар. Көз алдыңызға келтірің, қарны аш адам аш жасауды давам етіп, асқазанмен байланысты болған кеселдік хақында ойламастан бір күні машина алса. Бұл қаншалықты дәрежеде логикаға тура келеді. Ямаса өзі білімге ие болмастан бар ақшасын білім алуға емес, бәлкі қандай да бір бизнеске тігіп жіберсе, бұны бақыт деп есептеу біраз тартысты жағдай. Онда бақыт не? Бақыт жүда кең түсінік. Бір асыр алдын психолог Абрахам Маслоу инсан өзін бақытлы сезу үшін керек болатығын универсал системаны жаратады. Бүгін айне осы система хақында толық мағлұмат аласыз. Бұл айдың жой бары. Сіз дайын болсаңыз, біз басладық. Абрахам Маслоу 1908 жылда Американың Нью-Йорк қаласында туылған атақлы психолог. Оның ең атақлы істеген ісі инсани мүтәжіліктер ізбе-ізлігін суретлейтұғын Маслоу мүтәжіліктер пирамидасы деп аталады. Бұл теория инсан мотивациясы һәм рауажлануын түсінуде ахметлі есептелінеді. Маслоу 1930 жылда Висконсин университетінде бакалавр дәрежесін, кейін болса 1931 жылда лекторлық бойынша магистр дәрежесін, һәм 1934 жылда Колумбия университетінде психология бойынша докторлық дәрежесін алған. Оның жұмыслары инсан психологиясын түсінуге мүнәсәбетін өзгертті. Себебі ол инсанның ұнамсыз тәріплері һәм кеселдіктеріне емес, бәлкі ұнамлы тәріплері һәм саламатлығына этибар қаратқан еді. Маслоу инсани потенциалдың рауажлануы, жеке рауажлануы һәм психологиялық саламатлық сияқлы түсініктерді рауажландыруда ахметлі рөл ойнайды. Ол инсан өзінің бақытлы сезу үшін керек болатығын тикарғы факторлардан, жәмиетті өз орнын табуға керек болатығын инструменттерге шекем өз ішіне алған теория жаратты. Бұл теория кейінірек көптеген социалдық жойбарлардың тикары болған. Ал бұл теория не? Һәм Маслоу пирамидасы хақында білуден бізге не пайда? Видеоны ақырына шекем көрің. Һәм бұл сұрауға жауапты өзіңіз ойлап, пікіріңізді комментарийде жазып қалдырың. Маслоу пирамидасы инсани мүтәжіліктерді 5 дәрежеге бөліп түсіндіруші психологиялық теория есептелінеді. Бұл пирамида инсан мотивациясын һәм жеке рауажлануын түсінуде тикарғы модель сипатында қолданылады. Пирамида 5 дәрежеге ие. Физиологиялық мүтәжіліктер. Физиологиялық мүтәжіліктер Маслоу пирамидасының дәслепкі дәрежесі есептелінеді. Бұл дәрежеге инсан тек қана жасау үшін зарур болған ең тикарғы мүтәжіліктер кіреді. Олар инсанның биологиялық һәм физикалық заруриyatlарымен байланысты болып, өмірді давам еттіру үшін ахметлі. Бірінші нәубетте азық ауқат. Бұл инсан организмінің тикарғы мүтәжіліктерінен бірі. Азық ауқат денеге зарур болған энергияны һәм азықлық элементтерін тәминлейді. Бұл элементтер организмнің өсу, тіклену һәм күнделіктік қызметлері амелге асыру үшін зарур болған энергияны береді. Азық ауқаттың жетіспеушілігі ямаса надұрыс ауқатлану түрлі саламатлық машқалаларына, атап айтқанда азық ауқат жетіспеушілігі созылмалы кеселдіктер һәм рауажлану машқалаларына алып келуі мүмкін. Сол қатарда су ішуде инсан өмірінің ажыралмас бөлігі есептелінеді. Ол денеміздің тикарғы структуралық бөлігі болып, өмірлік процесслерді әмелге асыруда ахметлі рөл ойнайды. Су дененің температурасын басқаруда, элементтер алмасуында, ас сіңіру процесінде һәм клеткалар арасында сұйықтық һәм азықтық элементтерін тасуда жәрдем береді. Судың жетіспеушілігі саламатлық машқалаларына алып келу мүмкін.
İnsanның өмірі үшін және бір ахметлі нәрсе ұйқы. Бұл insanның физикалық һәм психикалық саламатлығы үшін juda ахметлі. Ұйқылау уақытында денеміз тікленеді. Миымыз болса күн давамында қабыл еткен мағлұматларды қайта іздейді. Ұйқы жетіспеушілігі, шаршау, диqqatты жәмлеудің пәсеюі, кейпияттың бұзылуы һәм денсаулықтың жаманласуына алып келуі мүмкін. Bundan tısqarı jinsi mütəciliklərdə ahmetli бұл insanның fiziologiyалық mütəciliklərinin bir bölegi hesaplanadı. Олар insanның psixikалық һәм fizikалық жағдайына тәсір етеді. Jinsi mütəciliklər insanның өз-өзін аңлатуында һәм жеке қатынасларда зарарлы роль ойнайды. Пирамиданың дәслепкі дәрежесінен баспанаға иелік ету, кейін алу имканияты да орын алған. Баспана дегенде жеке үй, ямасы ижара нәзерде тұтылады. Көпшілік саламатлығына онша көп ітбар бермейді. Бірақ гигиена, медициналық мүтәжіліктер insanның улума саламатлығы һәм кеселдіктерден қорғау қабілетін тәминлейді. Ауқатлану, су ішу, ұйқылау, тұрар жай, киіну, гигиена һәм денсаулыққа ітбар қарату. Бұның бәрі апуай затлар һәм бұларсыз біздер жасалмаймыз. Бұны біздер білеміз. Бірақ айрым insanlar суды аз ішеді, ал айрымлар болса көп ішеді суды. Bazı insanlar az ұйқылайды, ямаса ұйқысын улума қадағаламайды. Бұл өз уақытында іштеге тәсір етеді. Ауқатлану процесіне ітбарсызлық har қандай машғалаларға алып келеді. Jinsi mütəciliklər болса, Құласы пирамиданың ең төменгі дәрежесі бұл тикар. Яғни сіз физиологикалық мүтәжіліктерді өзіңізде сапалы тәмиле алмасаңыз, кейінгі дәрежеде сапалы болмайды. Кейінгі дәреже болса қауіпсіздік. Бұл дәрежеде insanlar өздерін қауіпсіз сезу мүтәжілігін әмелге асырады. Бұл физикалық қауіпсіздік, жұмыс қауіпсіздігі, денсаулықты сақлау, һәм және бір мәрте баспанаға болған мүтәжілікті өз ішіне алады. Қауіпсіздік мүтәжіліктері insanның өмірлік іскерлігін тұрақлы һәм қауіпсіз сезуге болған ұмтылуды аңлатады. Физикалық қауіпсіздік бұл insanлардың өздерін физикалық жақтан қауіпсіз һәм қорғалған сезу мүтәжіліктері болып табылады. Бұл зиянлы элементтерден, жинаят һәм зорлықтан, сондай-ақ таби апатлардан қорғауды өз ішіне алады. İnsanlar өздерін қауіпсіз орталықта, яғни қауіпсіз үйде, жұмыс орнында һәм жәмиетлік орынларында сезуді қалайды. Сондай-ақ бұл мүтәжілік саламат һәм қауіпсіз қоршаған орталыққа, мысалы таза хауа, суға ие болуды өз ішіне алады. Яғни аш адам қарны тойғанда ғана экология хақында қайғырады. Жұмыс қауіпсіздігі болса, insanлардың финанслық тұрақлылығын һәм келешектегі дарамат дерегіне болған сенімді тәминлейді. Бұл тұрақлы жұмыс орнына ие болуды, минет шариатының қауіпсіз һәм адалатлы болуын, сондай-ақ жұмыспен байланысты болмаған шариатларда, мысалы, кеселік ямаса жарақат ақыбетінде жұмыссыз қалу жағдайларында финанслық қорғауға ие болуды өз ішіне алады. Жұмыс қауіпсіздігі жеке һәм шаңыраққа тиесілі дарамат дерегін тәминлейді һәм адамларға келешекке болған сенімді береді. Денсаулықты сақлау қауіпсіздікке болған ахметлі мүтәжілік. Бұл insanның физикалық һәм психикалық саламатлығын сақлау һәм зарур болған сапалы медициналық жәрдем алу мүмкіншілігін өз ішіне алады. Саламат тұрмыс тәрізі, үздіксіз түрде медициналық көріктен өту, кеселдіктерден қорғау һәм зарур болғанда медициналық жәрдемге кірісу мүмкіншілігі insanның улума бақытлылығына тәсір көрсетеді. Енді баспанаға қайтсақ, бұл insanның тикарғы мүтәжіліктерінен бірі болып, ол insanды хауа райы шариатынан, қолайсыздықтардан һәм қауіп-қатерден қорғайды. Сондай-ақ мүлки қорғауда зарурлы. Себебі бұл insanлардың жеке һәм шаңыраққа тиесілі мал-мүлкін, мысалы, тұрақ жай һәм меншік бұйымларды қорғауды аңлатады. Бұл мүтәжіліктер insanның тәшвишлерін азайтады. Финанслық қауіпсіздік insanларды финанслық тұрақлылық һәм қаресіздікке болған мүтәжіліктерін өз ішіне алады. Бұл күтілмеген қаражеттер, кеселік ямаса жұмыссызлық сияқлы жағдайларда финанслық ресурсларға ие болуды аңлатады. Финанслық қауіпсіздік insanларға келешекте жүз беру мүмкін болған, анық болмаған нәрселерге таярлану һәм оларды жеңу мүмкіншілігін береді. Бізде негедір психологқа бару күшсізлік деп қаралады.
Бірақ рухи һәм эмоционал қауіпсіздік инсанның рухи саламатлығы, эмоционал тұрақтылығына болған мүтәжіліктер үшін зарур. Бұл стресс уайымлардан қорғау, психологиялық жәрдемге кірісу имканияты һәм үнамлы қатынаслар құру үшін зарур. Рухи һәм эмоционал қауіпсіздік инсанның тұрмыс сапасына үнамлы тәсір көрсетеді. Қауіпсіздік мүтәжіліктер инсан өмірінің ахметлі бөлігі. Һәм оларды қандыру инсанның басқа дәрежедегі мүтәжіліктеріне, мысалы социал байланыслар, hürmet һәм өз-өзін әмелге асыру мүтәжіліктеріне әтвар беру имканиятын береді. Маслоу теориясына көре, егер бұл мүтәжіліктер қандырылмаса, инсан өз тұрмысында жоғары дәрежедегі мүтәжіліктерге толық ересе алмайды. Социал мүтәжіліктер. Бұл дәрежеде адамлар шаңарақ, достық һәм мұхаббат сияқты социал қатынаслар арқылы байланыс һәм ағайындық сезімін әмелге асырады. Инсанлар социал байланыслар һәм топарларға тиеслі болу арқылы өздерін жақсы сезеді. Шаңараққа тиеслі қатынаслар инсанларға тұрақтылық һәм қауіпсіздік сезімін береді, һәм оларды жәмиеттің бір бөлігі сипатында сезуге жәрдем береді. Шаңараққа тиеслі байланыслар сондай-ақ балалардың рауажлануы һәм үлкеюінде ахметлі болып, олардың келешектегі қатынасларын және социал көнікпелерін қалыптастырады. Бұл жерде сұрау пайда болады. Қалайынша жынси қатынаста болу бірінші орында, шаңарақ құру болса, екіншісінде емес, үшіншісінде болуы мүмкін. Бірінші нәубетте шаңарақ тек қана жынси қатынаста болу үшін құрылмайды. Бірақ некеден алдын бірге болу дін бойынша харам есептелінеді. Соның нәтижесінде бірінші мүтәжілікті қандыру үшін біз бірден үшінші, яғни тойға өтеміз. Тойлар болса бізде біраз қымбатқа түседі. Соның үшін көбірек пұл табу керек, үй алу керек, машина. Бұл үшін болса жақсы жерде істеу. Құласы басқа дәрежелерге шығып кетеміз. Ең тикарғы мүтәжіліктерден біреуін қандыру үшін екілемші мүтәжіліктерге өтуге мәжбүр боламыз. Дінге ешқандай қарсылық білдіру мүмкін емес. Керісінше, бәлкі тойларда аз қаражет болуына әтвар берерміз. Айне бұл дәреже біздерге шаңараққа тиеслі келіспеушіліктердің тикарғы себеплерінің бірін түсіндіреді. Яғни тек қана бірінші мүтәжілікті қандыраман деп өзіңіз жақсы білмеген инсан менен шаңарақ құру кейінгі, яғни социал мүтәжіліктің бірі болған мұхаббат мүтәжілігіменен мас келмеу мүмкін. Айтқандай, біз мұхаббат хақында өз алдына видео қылмақшымыз. Егер сізге бұл тема ұнап жатырған болса, комментарийде мұхаббат деп жазып қалдырың. Бұл дәрежеге сондай-ақ достық һәм байланыста кіреді. Маслоуға көре, инсан социал жанзат болып, ол өзара ұшырасу, тәжірибе алмасу һәм бір-бірін қолап қуатлау арқылы өзін бақытлы һәм өмірі һәмме нәрсеге толыдай сезеді. Достық қатынаслары инсанларға өздерін қадірлі сезу мүмкіншілігін береді. Бұл байланыслар инсанлардың рухи саламатлығын бекемлеуге жәрдем береді. Себебі бұл инсанларға өз уайымларын бөлісу, маслихат алу һәм тұрмыслық вақияларды нышанлау имканиятын береді. Соныңмен бірге қандайда бір жәмиетке тиеслі болуда зарур. Дейлік, мен қалалықпан, мен ауылықпан, біз банкирлерміз, біз юристлерміз, махалле, район, футбол клубтың фанатларымыз. Қандайда бір топарға тиеслі болу инсанлардың социал мүтәжіліктердің тағы бір зарурлы бөлігі болып есептелінеді. Жәмиетке тиеслілік түрлі социал шүркемдер, клублар, топарлар һәм жәмиетлік ләжларға қатынасу арқылы әмелге асырылады. Бұл инсанларға өзара мәплер һәм қызығушылықтар тикарында байланыслар орнату мүмкіншілігін береді. Социал мүтәжіліктер инсан өмірінің ахметлі бөлігі болып табылады. Һәм оларды қандыру hürmet, сондай-ақ өзін рауажландыру мүтәжіліктеріне әтвар беру мүмкіншілігін береді. Маслоу пирамидасының 4-ші дәрежесінде жайласқан инсанлардың қадір қымбатын сезу һәм өз-өзін hürmet ету менен байланыслы мүтәжіліктер есептелінеді. Бұл мүтәжіліктер инсанның өзін басқалар арасында қадірленген һәм тән алынған сезуіне, соның менен бірге өзіне ұнамлы қатынас, өз-өзін hürmet ету сезімін рауажландыруға жәрдем береді. Инсан өз жетіскендіктері һәм харекетлері үшін
tan alынуы, hurmat етуін қалайды. Бұл жұмыс орнында жақсы жұмыс нәтижелері үшін мақтаулар, социалдық өмірде абырой-ітбар һәм жәмиетте tan алынуын өз ішіне алады. Tan алыну инсанлардың өзіне болған сенімін арттырады. Оларға өз талантлары, еріскен нәтижелері үшін мақтану сезімін береді. Өз-өзін hurmat ету бұл инсанның өз қадіриетларын, талантларын, жетіскенліктерін қадірлеу һәм олар менен мақтану сезімі болып табылады. Бұл өз-өзін қабыл ету, өз қабілетлеріне сену, өзлігін қадірлі деп есаплауды өз ішіне алады. Өз-өзін hurmat ету инсанның рухи саламатлығына ұнамлы тәсір көрсетеді. Себебі бұл инсанларға өздерін толық түрде бақытлы сезуге жәрдем береді. Социалдық статус һәм абырой-ітбар инсанлардың hurmat мүтәждіклерінің зәрурлі бөлімлерінен бірі. İnsanlar өз жәмиетлік орынларында һәм жұмыс орынларында арнаулы бір социалдық позицияға һәм абырой-ітбарға ие болуды қалайды. Социалдық статус инсанларға өздерін жәмиетте қадірлі, сондай-ақ ахметлі сезуіне жәрдем береді. Абырой-ітбар болса, инсанлардың басқаларға тәсір көрсету қабілетін асырады. Олардың социал байланыстарын күшейтеді. Жауапкершілік һәм қаресіз болуда инсанлардың hurmat мүтәждіклеріне кіреді. İnsanlar өз жұмысларында, жеке өмірінде, жауапкершілікті өз мойнына алуды және де қаресіз қарарлар қабылдауды қалайды. Бұл өз өмірінің иелік ету, өз қарарларын қабылдау, сондай-ақ өз қызметлерінің нәтижелеріне жауапкер болуды өз ішіне алады. Жауапкершілік һәм қаресізлік инсанлардың өз-өзін hurmat ету сезімін бекемлейді. Бұнан тысқары, оларды өз өмірін басқаруда және де нәтижелі етеді. Төретушілік һәм кәсіптік раважлануда инсанлардың hurmat мүтәждіклерін қандыруда ахметлі рөл ойнайды. Инсанлар өз тарауында жоғары дәрежедегі шеберлікке ерісуді, жаңа көнікпелер һәм білімлерді иелуді, сондай-ақ төретушілік іскерлік пенен шұғылануды да қалайды. Төретушілік һәм кәсіптік раважлану инсанларға өз тарауында tan алыну һәм hurmatке ерісу имканиятын береді. Маслоу теориясына көре, бұл мүтәждіклер қандырылғанда инсан өз өмірінде жоғары дәрежедегі мүтәждіклер, өз-өзін раважландыру мүтәждіклеріне ітбар қарата алады. Жеке раважлану Маслоу пирамидасының ең жоғары дәрежесінде жайласқан. Инсанның өзінің толық потенциалын әмелге асыру, жеке мақсатларын әмелге асыру менен байланысты мүтәждіклері есапланады. Бұл мүтәждіклер инсанның айрықша талантлары һәм қызығушылықтарын раважландыру, төретушілігін көрсету һәм өз шақси жақтан өсуіне ерісу менен байланысты. Бұл жаңа көнікпелер, білімлерді иелеу, өз қабілетлерін кеңейту және де өз өмірінің иесі болуды өз ішіне алады. Инсанлар өздерінің жеке мақсатларына ерісу үшін зәрур болған ресурсларын табуға, сондай-ақ өздерін тұрақлы түрде жетілдіруге ұмтылады. Төретушілік іскерлік инсанларға өз пікірлерін жеткізіп бере алу һәм өздерін өзгеше тәрізді көрсетуге имканият береді. Бұл жазу, суретшілік, музыка пайда ету, ямаса басқа әрқандай төретушілік қызметлері арқылы әмелге асырылуы мүмкін. Инсан өз өмірінде мәнілі һәм ахметлі деп есаплайтын нәрселерге ерісу үшін істейді. Бұл кәсіптік жетіскендіктер, жеке жойбарлар, ямаса жәмиетлік қызмет сияқлы түрлі тарауларда болуы мүмкін. Мақсатке бағдарланған іскерлік инсанларға өз талантларын көрсету һәм өз өміріне мәнс беру имканиятын береді. Жеке раважлана алу және де бұнан рахатлену инсанның ең жоғары дәрежедегі мүтәждіклері есапланады. Сондай-ақ олар әмелге асқанда инсан өз өміріне кеулі тола баслайды. Маслоу пирамидасы арқылы инсани мүтәждіклер құрамалы һәм қатламларға бөлінгенлігі көрсетіледі. Әрбір қатлам өзіне тән ахметлілікке һәм өз ара байланыстылыққа ие. Тикарға физикалық мүтәждіклерден тартып, өзін hurmat ету һәм жеке раважлануға болған процесте инсанның раважлануы, парауанлығы үшін әрбір дәреженің ахметі зәрурлі есапланады. Бұл процесс инсанның өзін һәм өз атрапындағы дүнияны қалай қабылдауды һәм ондағы орнын табу менен беккен байланысты.